Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз бе? Жақсы. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын өзіміздің көңіл күйімізді естиміз психологиялық ахуалмен бастайық. Қане? Мынау менің жүрегім, бәрі осыдан басталған. Мынау басым ақылды, бәрі осы басқарған. Мынау менің оң қолым, мынау менің сол қолым, барлық істі атқарған. Тамаша, балалар, орныңызға отырайық. Енді алдарыңда фотоаппараттарыңыз жатыр. Бүгінгі сабақтағы көңіл күйлеріңізді фотоға түсіріп, маған көрсетейік. Мен де өзімнің көңіл күйімді фотоға түсіріп алайын. Міне менің көңіл күйім. Қане, өз көңіл күйлеріңізді фотоға түсіріп алыңыздар. Тамаша. Яғни осы көңіл күйімізді сабақтың соңына дейін нұржан есту керекпіз, сақтау керекпіз. Тамаша. Жақсы. Енді балалар, біз өткен сабақты қайталау үшін қазір сіздермен Learning платформасымен жұмыс жасаймыз. Яғни сіздердің алдыңғы сабақта өтіп кеткен тақырып. Сезім, қандай тақырып өттік біз? Дыбыс сөйлетуге болады. Жақсы, я Айшан. Орнымызда емес, түрегеліп сөйлеу керекпіз. Я Сезім, қане өткен тақырыбымыз, құр сөйлейміз. Дыбысты бәсеңдетуге болады. Тамаша. Енді мен қазір бастамас бұрын сіздерге алдарыңызда дескриптор таратып қойдым. 10 балдық жүйемен ол дескрипторда қандай тапсырмаларға дұрыс жауап берсеңіздер, сіз өздеріңізді бағалайсыздар. Және сіздердің алдарыңызда бүгінгі ат жарысы бәйгесінде жету үшін бағалау тұр. Әрбір бала өзінің сұраққа дұрыс жауап берген кезде ғана бір балға не істеп отырамыз? Секіріп отырамыз. Дұрыс айтады, секіріп отырамыз. Және сабақты айтар кезде әр баланың алдында өзінің белгісі тұр. Сол белгімен жауап беріп отырасыздар. Қане олай болатын болса, қайда тақтаға шығыңыз, бірінші сұрақты оқып, дұрыс жауабын табайық. Ал сіздер қарап отырыңыздар. Қандай бөлмеде дыбыс жаңғырады? Сізде 4 жауап тұр, соның дұрысы. Бос бөлмеде, тар бөлмеде, жарық бөлмеде, қараңғы бөлмеде, бос бөлмеде. Қазір тексерейік. Тамаша, от шашумен Хаятты бағалап қойайық. Жақсы, Хаят өзіңізге бір неге секіріп қойыңыз балға. Бәйгеде бір адым жақындадыңыз. Келесі сұрақты қане Сезім. Келесі сұрақты оқып жіберіңіз. Дыбыстың қаттылығын қалай бәсеңдетуге болады? Дыбыс жұтқыш материалдарды қолдану, дыбысты ақырындату, дыбысты қатты қою, дыбысты жайлату. Дыбыс жұтқыш материалдарды қолдану. Қане тексеріп жіберейік. Дұрыс пе екен? Тамаша. Сезімге де от шашумен бағалап қойып, Сезім сізде бір қадам алдыға бәйгеңізден секіріп қойыңыз. Тұлпарыңызбен. Келесі Нұраділ қане. Сіз оқыңыз. Дыбыстың жұтылуы қандай жерлерде пайдаланады? Адам аз жерде, үйде пайдаланады. Адамдар жүрмейтін жерлерде, құрылыста, зауытта, адам көп жерде. Дұрыс жауабы? Адам аз жерде. Қазір көрейік. Жауап дұрыс емес екен. Дұрыс жауап қайсы екен, Нұраділ? Құрылыста, адам көп жерде. Міне балалар, яғни адам көп жүретін жерде, құрылыста, зауытта адам көп жүретін жерлерде не істейді екен? Дыбыстың жұтылуын пайдаланады екен. Сіз бір қадамға секірмейсіз, Нұраділ. Үй жұмысын толық түсініп оқымағансыз ғой. Қане келесі кім айтам дейді? Оқы ғой. Жарғанат адамға естілетін қандай дыбыс шығарады? Жауаптарын оқи ғой. Дыбыс шығарады, қатты дыбыс шығарады, дыбыс шығармайды, жай дыбыс шығарады. Менің ойымша жарғанат жай дыбыс шығарады. Балалар, қандай дыбыс шығарады? Ультра дыбыс. Бізде Медина ауырып сабақта болмаған, сонда да үй жұмысын Медина не істеу керек екен? Қайталау керек. Енді есіңізге сақтап алыңыз. Жарғанат қандай дыбыс шығарады? Міне сабақта болған балалар біліп отыр. Ультра дыбыс. Дұрыс айтады. Не істелмейді? Дұрыс айтады. Ультра дыбыс шашылады. Иә, жақсы. Медина отыра ғой. Үйде оқу керек, сабақта болмасақ та балалар. Камшат келе ғой. Қайталап отыру керек балалар.
Жақсы. Неліктен даусымыз аудиожазбада өзгеше естіледі? Өйткені біз даусымызды ауа арқылы естиміз. Өйткені біз даусымызды қатты шығарамыз. Өйткені біз даусымызды жай естімейміз. Өйткені біздің даусымызды естімейміз. Жауабы Яғни аудиожазбада неге өзгеше естіледі дейді даусымыз. Иә. Айта ғой. даусымызды ауа арқылы естиміз. Дұрыс па балалар? Жоқ. Дұрыс жауап қайсысы? Өйткені біз даусымызды жай естиміз. Қазір көреміз. Ал Қатты шығарамыз. қазір Айдана мұғалім кәні басып жіберіңіз. Дұрыс айтады. Өйткені біз дауысымызды не естейміз дейді? Ауа арқылы естейміз. Қамшат, ауа арқылы естейді екенбіз. Балалар, өткен тапсырманы үйде толық қайталау керек едіңіздер ғой. Яғни сіз не істеп қалдыңыз дейді? Неден? Жеңіліп қалдыңыз дейді, сізге айтады, жеңіліп қалдыңыз дейді. Енді тағы да осыған қорытынды жасап кетейікші балалар. Сонымен біздің дауысымыз қай кезде жаңғырады екен? Қандай бөлмеде? Кәні? Менің ойымша, біздің даусымыз жаңғырық кез, ол бос бөлмелер. Жақсы, көтеріп отырамыз сезім. Осы дауыс деген ол не үшін керек екен? Дауысты біз қай кезде пайдаланамыз? Не үшін пайдаланамыз? Дыбыс, дауыс. Дауыс пен дыбысты біз сөйлегенде қолданамыз. Дұрыс айтады. Естігенде Яғни бір-бірімізді есту үшін, иә? Және біз не істейміз бір-бірімізбен не арқылы? Сөйлеу арқылы, дұрыс айтады, сөйлеу арқылы. Медина, не қосқыңыз келіп отыр сіздің? Сіз даусымызды жүргенде естиміз. Дауысты біз адаммен сөйлескенде Дыбыс шығарады, иә? Адаммен сөйлес. Мысалы, мен қазір Медина екеуміз сөйлесіп тұрмыз, біз не шығарып тұрмыз? Сөйлеу арқылы. Дыбыс шығарып тұрмыз. Дыбыс арқылы әр адамның дауысын ажыратуға бола ма, балалар? Әрине. Барлық адамның да шығарған дыбысы бірдей бола ма? Жоқ. Сіз не айтыңыз келіп тұр ескенді? және біз даусымызды жануарларда ести аламыз. Дұрыс айтады. Диалогтан да ести аламыз. Дұрыс айтады. Ахмедия, сіз не қосасыз? Сосын хабарлама осы болады ғой, сосын естілесін, не болды, баладан ауыр айтады. Иә, ауа райында не істейді екенбіз? Тыңдайды екен. Жақсы. Енді балалар, біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын, сабағымыздың мақсатын білу үшін, кәні ортаға мында 3 бала шығайық. Қатыспай отырған Айғаным келсін, Ермұхамед келсін, Есенгелді Айша келсін, келе ғой. Қолдарыңызға ұстап тұрыңыздар. Кәні Абылай келсін, кәні Әлия келсін. Келіңіздер. Әлия. Енді сіздердің қолдарыңызға мен монета бердім. Міне, монета деген яғни не ол? Тиын. Иә, ақша, дұрыс айтады, тиын. Енді алақандарыңызға ұстап қысыңыздар, монетаны қысып ұстап тұрыңыздар. Монетаны қолдарыңызға қысып ұстап тұрыңыздар. Жақсы, қысып ұстап тұрыңыз, өз алақаныңызда ұстап тұрыңыз, осылай жауып тұрыңыз. Бізде кімнің монетасы ерекше? Әлиянікі. Ал қалған балаларда қандай монета? Темір монета. Әлиянікі қандай монета? Кім білді? Дейді, дұрыс айтады. Қыстыр, Әлия, қыстыр. Айша, тоқтаңыз. Жақсы. Нұржан. Ал, Нұржан, сіз не айтасыз? Қатты жұмса, ол мынау кішкене еріп кетеді. Неге еріп қол алақандағы шықалады? Кішкене жылы сақтайды. Дұрыс айтады, алақанымызда жансая не бар екен? Жылу бар екен. Енді қараңдар балалар. Енді қолдарындағы тиген не істеді? Ұстаңдар монеталарын. Жылыды дейді. Неліктен жылыды монеталарымыз? Өйткені біздің алақанымыз өте жылы. Дұрыс айтады. Енді балалар естеріңе сақтаңдар. Мысалы, адамның денесінің температурасы мысалы ауырмаған, дені сау адамның 36-да 6 градус болады. Ендеше сендер монетаны қолдарыңа қысып ұстадыңдар ғой. Осы монета сендердің алақандарындағы денедегі жылуды алу арқылы бұның да жылулығы сол 36-да 6 градуста болады екен. Одан артық сен бір күн ұстасаң да, немесе бір сағат ұстасаң да, немесе көп ұстасаң да, ол одан артық асып кетпейді. Немесе суып кетпейді, өйткені сен алақанында ұстап тұрсың. Енді ол монетаны аламыз да алақанымызды ашып, мысалы басқа жерге қойып қоямыз. Монета не істейді балалар?
Дұрыс айтады. Өйткені орада сенің алақаныңда не барып тұрған жоқ? Жылу барып тұрған жоқ. Міне балалар. Ал енді Әлияның мынау шоколады не істеп кетті жаңағы Нұржан айтпақшы? Міне еріп жатыр, міне ашатын болсақ, иә? Өйткені бұл не істейтін зат? Еритін зат. Ал мына темір не істемейді балалар? Ерітпейді. Бұның бойында қандай қасиет бар? Қатты. Дұрыс айтады. Иә? Көтеретініміз қайда? Медина айтамыз. Дұрыс айтады. Және бұл неден жасалған? Темірден жасалған. Жақсы, енді сөйлемей қалған Айғаным, сіз не айтасыз? Сіздерді қазір бағалаймыз ғой. Осы темір жайында, монета жайында не айтасыз? Жалпы балалар бізде көмектесті, иә? Осы зерттеуге жұмысқа. Сіз не айтасыз? Қосарыңыз бар ма? Ал Айша не қосасыз? Темір ериді, бірақ ол үшін өте үлкен температура керек. Дұрыс айтады, міне керемет айтады. Темірді арнайы ерітетін жерге апартқанда ғана не істейді екен? Ериді екен. Оны арнайы заводтарға апарғанда. Өте жақсы. Айшаға отшашуға бағалап қояйық. Айша бір қадам алдыға шауып баруыңызға болады. Әлия, сіз не қосасыз осы зерттеу жұмыс бойынша? Не білдіңіз, не үйрендіңіз? Иә? Әлия? Не айтасыз? Сізде не болды? Сенде ерекшелігі не болды сіздің қолыңызда? Мынау не? Бұл ең өзгеше, ол қатты емес, бірақ оны жеуге ол береді. Дұрыс айтады. Неден жасалған? Шоколад. Аха. Қандай пайдасы, қандай зияны бар осы шоколадтың? Айтшы. Пайдасы? Пайдасы бар ма балалар? Бар. Ал, білесіз бе пайдасын? Неге мұғалім? Пайдасы қандай? Ал зияны қандай? Зияны бұл үшін тәттіден күштеріміз алған. Дұрыс айтады. Нұржан пайдасын айтып жүрші Әлияға. Оның пайдасы ол мейлі. Дұрыс айтады, иә? Шоколадты да көп жеуге болмайды. Өзінің нақты деңгейінде жейтін болсақ, ол да миға. Иә, миға пайдасы бар екен. Жақсы. Нұржанға от шапалақтап қояйық. Нұржан бір қадам алдыға секіріп қойыңыз. Әлия орныңызға отырыңыз. Әлияға да от шашу шапалақтап. Әлия бір қадам алдыға жылжың. Абылай, сіз не айтасыз? Осы сабақта не қорытындыладыңыз? Ал Айған, сіз айта алыңыз. Сол кезде пайдаланасың, иә? Дұрыс айтады тағы да. Бұны қалай ұстау керек? Гигиена сақтау. Қандай гигиена сақтау керексіз? Дұрыс айтады. Өйткені мынаны кімдер ұстайды? Адамдар. Айша, Айғаным өз жауап берсін. Адамдар ұстайды. Яғни не болуы мүмкін? Дұрыс айтады. Сонда біз өзіміздің салауатты өмір салтымызды сақтау үшін, денсаулықты сақтау үшін ақшаны не істеуге болмайды? Ауызға? Дұрыс айтады. Айғанымға да қол шапалақтап қояйық. Бір қадам алдыға секіре қойыңыз. Сізде бір қадам секіріңіз. Бағалауыңызбен Айғаным секірген жоқсыз. Айғаным бір қадам алдыға секіріңіз. Тамаша. Абылай, сіз не айтасыз? Қосарыңыз бар ма? Иә. Бұның пайдасы, зияны несі бар? Не айтасыз осы монета жайында? Оның пайдасы қайда барғанда пайдаланамыз? дүкенге барғанда. Дұрыс айтады. Дүкенге барғанда тамақты дүнен сатып алады. Дұрыс айтады. Егер қолымызда ақша болмаса, дүкенде бізге бере ма? Жоқ. Дұрыс айтады, бермейді. Тағы да не қосасыз? Зияны ол тиімді ұстасаң, тамақты жеп жатқанда қолыңды жумай, Айша. ішсең ауырады. Дұрыс айтады. Келісеміз бе балалар? Жақсы Абылай. Орныңызға отырып, от шашумен бағалап қойып, бір қадам алдыға секіріп отырыңыз. Жақсы балалар. Жоқ, қайтамын. Енді балалар, бізде мұнда көріп тұрған мына суреттегі не? Міне, мұнда біздің сыныбымызда да ілініп тұр. Бұл не? Термометр дейді. Алиша, сіз не айтасыз? Бұл неге керек? Не үшін тұр? Келе ғой, айта ғой. Иә. Не үшін тұр екен бұл? Бізге бөлменің жылуды сақтайтын, немесе суықты сақтайтын. Сақтай ма балалар? Жоқ, сақпайды. Ассаспаймыз. Қанша бөлменің несін көрсетеді? Салқын температурасын дейді, дұрыс айтады. Сонда бұл біздің сынымызда тұрғаны дұрыс па, дұрыс емес па? Қазір қанша көрсетіп тұр дейді? 20-дан асып тұр, иә? Егер 0-ден жоғары болса, нені көрсетеді? Жылу ма, суық па? Жоғары тұрса, 0-ден. Жоғары көтеріп тұрса, дұрыс айтады. Ал 0-ден төмен түсіп тұрса? Суықты. Жақсы, тамаша. Алишаға да от шашумен бастап қояйық. Алиша бір қадам алдыға секіре
Айша, мынау не? Үтік. Оны не үшін пайдаланамыз? Үтікті киімді үтіктеуге. Ал өтекпен киімді өтектеу үшін өтекті қай кезде пайдаланамыз? Не істеп тұрғанда? Тоқ қосылғанда. Тоқ қосылғанда не барады өтекке? Жылу барады. Дұрыс айтады. Тоққа қосылмағанда өтек десек, бара ма жылу? Жоқ, өйткені ол суық болады да. Ал? Біздің қыртыс киіміміз әлі Тамаша. Отшашумен бағалап қояды. Айша, бір қадам алдыға секіре қойыңыз. Келесі мынау не? Күн. Күн не істейді? Кәні Нұржан, күн не істейді? Күнде не аламыз біз? Ол бізді жарық береді. Жарық береді, сосын Жылытады. жылу береді. Тамаша, жеткілікті. Мұнда қардың астындағы өсімдіктер не үшін өсіп шығып жатыр? Қай мезгілде деп ойлайсыңдар? Кәні Кәмшат, қардың астындағы гүлдер неге шығып жатыр? Не болып жатыр деген сөз? Мынау тұрмақ мынау не? Қар не істеп жатыр? Қар еріп жатыр. Қардың еруіне не себеп болды? Дұрыс айтады. Кәмшатқа да отшашумен бір қадам алдығымыздың жаңағы зерттеу жұмысын жасады. Содан өзіміз қандай қорытынды шығарамыз? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мен мақсаты шығу керек. Біз жылу өткізгішті қайда өтектенде болады алуға және күннен Жақсы, Айша. термометрға не тағы бір загадка. Жоқ, мен сізден сұраған нақты сұрағыма жауап беріңіз. Менің сұрағыма тақырыбымыз бен мақсатымыз қандай болуы мүмкін? Біз жылуды және суықты. Тамаша. Ендеше кәні тыңдап жіберейік. Кәні тыңдайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылу өткізгіштік деген не? Сабағымыздың мақсаты оқушыларға жылу өткізгіштік ұғымын түсіндіру. Жылу өткізгіштік қасиетінің материалдарда қалай байқалатынын көрсету. Жылу өткізгіштіктің күнделікті өмірде қалай қолданылатынын түсіндіру. Тамаша, сабағымыздың мақсаты бүгінгі біздің жасаған зерттеу жұмысымен байланысты болды ма? Жылу қалай өтетінін, жылудың қандай пайдасын, міне біз соны әрі қарай мақсатқа толығымен жету үшін не істеу керекпіз? Сосын дұрыс айтады. Ол үшін тапсырмаларды орындау керекпіз. Келесі слайдты ашып жіберіңіз. Келесі слайдтағы тапсырмаға қарап отырыңыздар. Мына жерде бізде суреттер тұр. Суретте не бейнеленген дейді бірінші. Бөлмедегі денелердің қайсының температурасы басқа денелердің өзгеше деп ойлайсың дейді. Ойланып отырыңыздар. Оның температурасы бөлме температурасымен теңесе ме? Мына заттарға қарап отырыңыздар. Ал қол күйіп қалмаған үшін қандай қазанда, ыстық қазанды мына жерде тұрған қалай ұстаймыз дейді. Әрбір дескриптор бойынша дұрыс сұраққа жауап берген балалар қазір бір қадамға секіріп отырады. Әлия, кәні келе қойыңыз. Сіз не айтасыз? Не бейнеленіп тұр? Қандай бөлме? Айта қойыңыз. Бұл жерде біздің тамақ ішетін бөлме. Бұл жерде ыстық шайнек, ыстық шай және тамақ пісіп бара жатқан кастрюль тұр. Жақсы. Кастрюльді біз екі жағынан ұстау керекпіз. Не үшін? Өйткені біз басқаша ұстасақ, Қолмен ұстасақ, қолымыз ауырады. не істеп қалады? Күйіп қалады. Өйткені кастрөлдің құлағы не? Ыстық. Ол кастрөл неден жасалған? Темірден жасалған. Дұрыс айтады. Енді сізге мынандай сұрақ. Жақсы, Әлия, отыра тұрыңыз. Бір қадам алдыға жылжыңыздар. Келесі сұрақ. Осы бөлмедегі қай заттардың температурасы әртүрлі болып тұр? Альмира, кәні сіз сөйлемей отырсыз. Қай заттардың температурасы әртүрлі? Қайсы суық, қайсы ыстық? Неге деп ойлайсыз, кәні? Бұл жерде қол шайнекпен Дұрыс айтады. ыдыстың ішіндегі шай Кесенің ішінде, е? Ал, олар қандай болып тұр? олар ыстық болып тұр. Ыстық екенін қайдан біліп тұрсыз? Дәлелдеңізші. Себебі бұл жерде бу шығып жатыр. Дұрыс айтады. Қайнаған кезде, су қайнағанда не шығады балалар? Бу шығады қайнаған. Ал қайнамаған суық судан бу шыға ма? Жоқ, қайнамаған суық судан бу шықпайды. Ал енді мынандай сұрақ. Қай мезгілде су қайнамаса да үстінен бу шығып тұрады? Қай кезде? Күн қандай болған? Сенде? Кәні? Жоқ. Дұрыс айтады. Дала суық болып тұрып, сен далаға суды шығаратын болса, жылы суды, я кішкене ғана жай. Бөлмедегі температурада далаға шығарсаң, даланың температурасы салқын болады ғой. Сонда кішкене бу шығады. Біраз тұрғаннан кейін ол не істеп қалады? Қатып қалады. Ескендер, кішкене ойланып сұраққа жауап беремін. Енді қараңыз. Осы шайнектегі, кеседегі су бізде ыстық. Бұл қай кезде мынау бөлменің температурасымен бірдей болады. Кеседегі біздің суымыз немесе шайымыз. Аймира,
Қалай ойлайсың? Қай кезде бөлмедегі температура, мысалы бөлменің температурасы 36 градустық жылуды ұстап тұр дейік бөлменікі. Енді мынау қайнап тұрған біздің кеседегі шайымыздың градусы одан жоғары, өйткені ол қайнап тұр. Қай кезде бөлмедегі температурамен теңеседі, Аймира? Ол суығанда. Дұрыс айтады. Ол енді қара, енді келесі сұрақ, Аймира. Ол суыған кезде бөлмедегі температура, мысалы, Жансая 36 болатын болса, одан төменге суый ма? Жоқ. Дұрыс айтады. Үйде істейді, бөлмедегі біздің мынау ас бөлмесіндегі температура қанша градус ұстап тұрса, сол біздің бөлмедегі су болсын. Кез келген зат болсын, сол нені ұстап тұрады. Тамаша, Аймира. Кәні, Аймираға от шашумен бағалайық. От шашумен бір қадам алдыға секіріңіз, Аймира. Балалар сабаққа қатысып отырамыз. Жақсы. Енді келесі, қазір мен мына жерге екі баланы шығарамын. Бірінші бір бала шығар. Сосын, яғни сіздерге мен қазір екі зат беремін. Ол бізде ағаш және темір. Дұрыс көтеріп отырған баланы шығарам мен. Бүгіндікке сөйлемей отырған Еркеназ келе қалыңыз. Енді мұнда келіңіз. Бұл жерде бізде сұрақ бейдейді. Қазір неге әртүрлі екенін табасыз? Сіз қолыңызбен, екі алақаныңызбен екеуінде ұстап тұрыңыз. Қазір нені ұстап тұрыңыз қолыңызбен. Ұстаңыз, былай ұстап тұрыңыз қолыңызды. Бұл жерде сұрақ. Бір қолымен ағаштың бетін қойдым. Кәдімгідей ұстап, қорықпа, ұста балам. Ұста, көтеріп те ұстай қой. Қолыңмен де ұста, көрсет балаларға ұста. Яғни бұл жерде сіз осы ағашты және темірді ұстағанда не сездіңіз? Темір қандай, ағаш қандай? Ағаш темір ауыр. Тамаша, ол салмағына байланысты. Енді бүгінгі біздің тақырыпқа байланысты не сездіңіз? Темір суық. Дұрыс айтады. Ағаш суық. Ал енді қараңыздар, екеуі де бір бөлмеде тұр. Біздің сыныптың температурасы мысалы 36 градус. Неге темір суық болып сізге қолыңызға білініп тұр? Иә. Және ол неден жасалған, өзі атынан айтып тұр ғой балалар. Неден? Темірден. Ендеше балалар, мынау жаңағы темірден жасалған зат бір бөлмедегі ағашпен тұрған болса да, естеріңе сақтап алыңдар. Мынау біздің қолымызға ұстағанда, міне қазір бәріңе берейін, ұстай тұр. Міне ұстап көріңіз. Яғни суық болып тұр ма? Яғни темір бізде салқын болады екен балалар. Өйткені бұл қатты және темірден жасалған. Көріп отырсыңдар ма? Бәріне ұстап шығыңыздар да, әрі қарай жібере беріңіз қолдарыңызға. Жақсы. Еркеназ, ағаштың қандай пайдасы бар? Ағаш, ол қағаз жасауға болады. Дұрыс айтады. Ағаштан біз қағаз алады екенбіз. Сосын? Ағаштан біз тақтайын. Дұрыс. Үстел. Дұрыс. Орындық. Дұрыс. Ең бастысы біздің жаңа қағаз, ол қағаздан не жасайды бізге? Дұрыс айтады, кітап. Бізге кітап жасайды балалар. Сондықтан да біз табиғатты не істеуіміз керекпіз? Қорғау керек. Дұрыс айтады. Еркеназға да от шашумен қоқырыққа қойыңыз. Бір қадам алдыға секіріңіз. Кәне, аяқтап болдыңыз ба, Ахмедия? Ахмедия, аяқтап болдық ба? Енді келесі суретке қараңыздар. Жасая. Өткізе беріңіздер артқа балалар. Біз тақтаға қарайық. Келесі қараңыздар. Бұл жерде екі сурет тұр. Екі мезгіл тұр. Бірақ қарасаңдар адамдар бірдей киінген дейді. Бүгінгі сабаққа қатыспай отырған кәні, қаят кетші. Мынау жылы аймақта өмір сүретін адам, иә? Мынау суық жақта өмір сүретін адам. Неліктен бірдей қалың киініп алған дейді? Кәні өз ойыңызды айта қойыңыз. Өз ойыңызды айта қойыңыз. Өйткені суық жақта ауа райы суық болғаннан адамдар қалың киінеді. Дұрыс айтады, келісемін. Ал жылы жақтан адамдарға суық болуы мүмкін, бірақ та оларға қалың киінгені ұнауы мүмкін. Жарайды. Балалар, Хаяттың қай жауабымен келіспейміз? Медина? Жылы жақтағы жауаппен келіспейміз, себебі адам Қыс мезгіліндегі киініп алған, үзіп отырайық. Суық жақта киініп алған адамның үстіндегі киімі бұл ішіндегі жылуды сыртқа
шығармайды. Бөрік, шапан, мына тымақтардың бәрі. Көріп отырсыңдар ма? Қысты күні сонда іштегі жылуды сыртқа шығармайды екен, ал сырттағы суықты ішке кіргізбейді. Сондықтан да өздеріңіз қыс мезгілінде не істейсіздер? Бас киім киесіздер, қолдарыңызға қолғап киесіздер. Оның бәрі сіздер неден қорған тұстар? Суықтан. Енді қарай, енді мына жердегі кейбір балалар таңғалып отырғанда болады, иә? Ыстық күніде балалар, мынау біздің киімнің ортасында, қалың киімнің ортасында ауа болады екен. Ауа деген мынау, яғни ішкеге ыстықты өткізбейді екен. Көріп отырсыңдар ма? Ішке ыстықты өткізбейді, ауа бар. Ауа деген ол жылуды жақсы өткізбейді балалар. Қазір онымен тағы да тоқталамыз. Міне, сондықтан да бізде далада жаңағы мал бағатын адамдар, немесе далада осындай аңшылыққа шығатын адамдар осылай қалың киім киіп алады екен. Енді осыны естеріңе сақтап алыңдар, жақсы ма білмегендеріңіз? Енді жай ғана мынандай сұрақ өмірмен байланысты. Біз өзіміз күн ыстықта, күн қатты ыстып тұрғанда қандай түсті киім киеміз? Түсі қандай? Сезім? Біз ақ түсті киім Неге? Өйткені күн қара түстерге ғана түседі. Қара түсті не істейді? Тез өткізеді. Міне, сондықтан балалар біз күннен қорғану үшін жаңа киген жеңіл киіміміздің өзі де бізде ашық немесе ақшыл түсті болады екен. Жақсы, бір қадам алдыға секіріп қойыңыз. От шашумен сезімді де бағалап қояйық. Жақсы. Енді қазір бізде балалар зерттеу жұмысы болады. Яғни бірінші темір қасық, екінші ағаш сүреміз, ағаш қасық, үшінші бізде болады пластмас қасық. Енді сол пластмас қасықтың қасына бізде сіздермен зерттеу жұмысын жасау үшін ермексаз жапсырамыз және қағаз қыстырғышын жапсырамыз. Соған біз қазір ыстық су құямыз. Сол кезде зерттеу жұмысы болады. Кәні, Мұрат Айша келе ғой. Қатыспай отырғаны, кәні Ахмедияр келе ғой. Каусар келе ғой. Үшеуінің қасында тұрыңдар. Қасықтың басына ермексаздарыңды жапсыр. Қасықтың басына ермексазды жапсыр. Жақсы. Қасықтың басына жапсырамыз. Жақсылап түсіп қалмайды. Енді оны ермексазға қағаз қыстырғыш жапсырамыз. Қағаз қыстырғышты ермексазға жапсырыңдар. Жапсыр, ермексазға. Енді бізге айдана ыстық су әкелеміз. Қасықтарымыз салыңдар. Абай боламыз. Салыңдар. Салып қойыңдар, абай болыңдар. Ыстық су келеді қазір. Кәні әрі тұрамыз. Ал айдана оған суымызды құйып жіберіңіз. Яғни қайнап тұрған ыстық су дейді. Содан құйып жіберіңіз. Қазір қарап отырыңыздар балалар. Қолдарыңызды сүртіп жіберіңіздер. Ахмедияр, ермексаздан қиынның ішіне бас суды құйып, қолдарыңызды сүртіп жіберіңіздер. Енді қарап тұрыңыздар, қазір не болады екен? Қазір не болады екен? Пластмас қасығымыздың, ағаш қасығымыздың басы кішкене пластмас екен. Қандай жағдай болады? Кәні сіздер қарап тұрыңыздар, басқа балалар сіздерде қарап отырасыздар. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымызбен байланысты зерттеу жұмысы. Бұл жерде не болуы мүмкін деп ойлайсыз, Ахмедияр? Сіздің ойыңызша? Әсіден, осындай ыстық су, ыстық суда бұзірке шығады. Сіз соны байқадыңыз. Айша, сіз? Стақанның ішінде шетінде бу шықты. Және стақан жылы болды. Және ермексазды ыстық суға салса, ол еріп кетеді. Дұрыс айтады, ол кішкене еру керек. Біздің суымыз қатты ыстық болмай тұр ма? Сіз не айтасыз? Стаканның ішінде, стаканның астында жылы болады. Ұстап көріңіз, абай, бірақ байқап ұстаңыз да. Су қандай екен? Не істеді қолдарыңыз? Не арқылы сездік біз? Ыстықты не арқылы сезіп тұрсыңдар? Қолдан сыртынан не тиеді, қолымызда тері арқылы қойсақ, мынау ыстық болып тұр екен. Енді бұл жерде бізде кішкене ермексазымыз қалың болып кетті ғой деймін, балалар. Бізде не істеу керек еді? Мынау ыстық судың бойынан, пластмастан, ағаш қасықтың және темір қасықтың бойына барып, бізде ермексаз арқылы мыналар не істеу керек еді?
Иә, міне мынау ағаш қасығының сенің түсіп келе жатыр жайлап. Ахмедиянікі, иә. Ермек саздарын тұстаңдаршы, ермек саздары қандай болды бастапқыда? Не істеп кетті? Иә, яғни қандай болып кетті? Басқа күйде ермек саз қандай болды? Қатты болды. Одан кейін? Сіздің анау не істеп тұр? Міне сіздікі жүп жұмсақ. Сенікі жұмсақ келеді. Сенікі әлі қаттылау. Кімдікі? Каусардікі қаттылау. Балалар неге деп ойлайсыңдар? Каусар қасығын қандай айтшы? Пластмас қасықтан. Ал Медина неге Каусардың ермек сазы қаттылау болып тұр басқа балаларға қарағанда? Себебі ол пластмастан жасалған. Иә. Қасыққа жазу қатты келмейді. Дұрыс айтады, міне балалар, дұрыс айтады. Медина бір қадам алдыға секіріп қой. Каусар, тағы сіз не айтасыз осы пластмас қасығыңыз жайында, ермек саз жайында? Не айтасыз? Айтып жіберіңіз. Иә. Медина дұрыс айтып кетті, тағы да өзіңіз қорытындылап жіберіңіз. Пластик Әлі қаттылау, енді сіз ұстап тұрыңыз. Ұстап тұрып айтсаңыз, сіз ғой зерттеу жұмысын жасап жатқан, иә? Қасығың ыстық па? Қатты ыстық емес сіздің қасығыңыз, пластмас қасық. Иә, жылы сіздікі жылы. Иә. Дұрыс айтады балалар, сонда пластмастың бойына жылу баяу келеді екен. Өйткені не істеген жоқ? Еріген жоқ, иә? Жақсы, от шашумен шапалақтап қойайық. Жақсы, келесі, сіздікі? Менде Түсіп келе жатыр қағаз қыстырысыңыз, иә? өйткені менің осы Неден жасалды? ағашты өйткені сосын Ол пластмасқа қарағанда жылуды жақсы өткізді ма сенікі? жоқ. Неге? Сенікі қарасаш түсіп еріп кетті ғой. Міне Каусардікін қарақ, Каусардікі қатты. Ендеше сенікі ағаш пластмасқа қарағанда қалай өткізеді екен? Ахмедияр? Тез емес, жақсы өткізеді. Пластмас баяулау өткізеді. Ал ағаш қасықтан кішкене жақсы өтеді екен. Жақсы, Ахмедиярда, тамаша Ахмедияр. Отыра ғой, бір қадам алдыға секіре ғой. Айша, сіздікі неден жасалып еді? Міне еріп кетті, қараңыз балалар, қараңыздар, уже еріп кетті. Сіздікі неден жасалып тұр? Темірден. Темір қандай зат? Не өткізіп тұр? Қалай өткізіп тұр? Ол жылы, бірінші ол суық болады, сосын ыстық суға салғанда ол жылы болып келеді. Сіздікі басқа мына ағашқа, пластмасқа қарағанда жақсы өткізді ма? Міне балалар, ендеше темір мынау біздің тұрған пластмасымызға, ағашымызға қарағанда жылуды тез өткізеді. Көріп түсіндер ма? Жақсы, Айша, от шашумен бағалап қой. Әлі балалар, кішкене серігіп алайық, біздің домбырашылар ортаға келсін. Қазір бізде сұрақ ашылады. Жақсылап тұрып қарап отырыңыздар. Қоңырауға мән бермейміз, сабағымыз кеш басталды. Жылу өткізгіштің тұрмыста пайдасы бар дейді. Я ма жоқ па? Ермұхамед. Жақсы, тексерейік. Дұрыс екен, бір қадам алға шығыңыз. Келесі сұрақты тыңдаймыз қазір. Біз өзімізге не жинап алдық, бал жинап отырсыз, Ермұхамед. Бір қадам алдық секірдіңіз ба?
Тамаша. Келесі сұрақты тыңдаймыз. Көтермейміз, әлі сұрақ оқылғанда жоқ, неге көтеріп жатсыздар? Екінші сұрақты тыңдаңыздар. Екінші сұрақ. Бөлмедегі денелердің температуралы бірдей болады. Абылай. Яма жоқ па? Әні тексерейік. Дұрыс па? От шашумен бағалап қоямыз. Бір қарам алдыға секіріп отырыңыз. Келесі сұрақты қарап отырамыз. Яғни бұл жерде біз өзімізге ұпай жинап алдыңыз, иә? Абылай, тамаша, тамаша. Бүгіндікке мүлдем сабаққа қатыспай отырған бізде Диас. Келесі сұрақты қараңыз. Мүлдем бүгін сабаққа қатыспай отырсыз. Әні, Диас, келесі үшінші сұрақты оқимыз. Жылу өткізгіштігі төмен заттар ыстықтан немесе суықтан жақсы қорғайды, Диас. Орнымыздан тұрып жауап береміз. Дұрыс па екен? Тамаша, от шашумен бағалап қояйық. Диас, бір қадам алдыға секіріңіз. Енді бізде қазір келесі сұрақ бар. Келесі сұрақты өзімізге жинап алдық. Алиша, Кәні. Келесі сұрақты сіз дайындалып отырыңыз. Қазір бізде бал жинаймыз. Қазір қанша бал жинағанымызды көрейік. Иә, балдар сіздің жаңа жауап берген. Қарап отырамыз, қазір қайсысын басамыз? Қанша бал шыққанын. Алиша қарап отырыңыз, қазір нешінші баса маған айтасыз? Алиша айтады, қан Алиша. Нешінші басайын? 1, 2, 3, 4, 5. Тез. Нешіншісін? Нешіншісін басайын айтсын? 4, Орда айғайламаймыз. Уақытыңыз кетіп қалды. Мәні, 50 бал жинап алдыңыз. Жақсы, жеткілікті балдар. Енді сіздердің балдар бүгінгі сабағымызды қорытындылау рефлексиясы бойынша, яғни қазір сіздерге алдарыңызға мынандай рефлексияға зат таратамын. Бұл сіздердің біздің өзіміздің құндылығымыз бойынша алдымызда кигіз үй тұр. Сол кигіз үйге не істейсіздер? Бірінші кигіз үйде өзіміздің барлық сабақты түсінсек, сабақ қызықты болса, сіздер соған саласыздар. Егер екінші кигіз үйімізде сұрақтарымыз болатын болса, сонда не істеп шығасыздар? Салып шығасыздар. Одан кейін мүлдем түсінбедім десеңіздер, онда мына тұрған үшінші кигіз үйге саламыз. Кәні, иә, теріп салғаныңызға болады. Жүгірмейміз, Нұржан. Нұржан түсіндім дейді. Нұржан, бір ауыз сөз айтсаңызшы, сабақтың несі қызықты болды сізге? Иә, тамаша. Ары қарай. Кәні. Ахмедия, сізге не қызықты болды? Айтып жүрші. Ақырын балар. Ақырын. Ескендір, сізге не қызықты болды? Кәні балар. Домбыраны байқаймыз. Мен салып берем, ойларды жетпесең. Камшат, сізге сабақта не түсінікті болды? Тамаша. Жақсы, Ескендерде сұрағым бар дейді балалар. Қазір Ескендердің сұрағын тыңдайық. Бір сұрағы бар екен, басқа балалардың бәрі түсінікті. Кәні? Түсінікті дейді, бәрін түсіндім дейді, тамаша. Бір балада ғана бізде сұрақ бар екен. Ендеше Ескендердің сұрағын тыңдайық, сосын сол сұраққа жауап беруге тырысамыз ал. Мен осы сұрақ прайнем. Неге біз ағашты өткізгенде жылуға қатты ыстық болып кетеді. Қатты ыстық болған жоқ, бізде қайсында қатты ыстық болды? Темірде балалар. Бізде темірде қатты ыстық болды. Соны сіз не етіп шартасы барсыз. Бізде темірде қатты ыстық болды. Неге темірде қатты ыстық болды деп ойлайсың? Өйткені ол темір қатты жылу ыстықты жақсы өткізеді. Өзің біліп тұрсың ғой міне. Бізде жылуды ең баяу өткізген қайсысы болды балалар? Пластмас болды. Дұрыс айтады. Жақсы балалар. Жақсы. Енді алдарыңыздағы бағалауларыңыз тұрсын, оған тиіспеңіздер. Үй жұмысын күнделіктеріңізге жазып қойыңыздар балалар. Үй жұмысын күнделіктеріңізге жазып қойыңыздар. 16-17 беттегі мәтінді оқисыздар. Және үйдегі жылу өткізгіштікпен жылу оқшаулауышқа тағы да мысалдар естеп бересіздер, жазып бересіздер. Жақсы балалар.
16-17 бет.